Hello, I'm Missy Shanat. Welcome to my channel. Сіздермен бүгін осы Top Stars кітабы Students Book бойынша 7-ші бөлімнің 5-6 сабағын өтетін боламыз. Бұл бізде 87-88 беттерде екен. Exercise number 1-ға мұқият қарайық. Мына lesson 5, 5-ші сабақтың бірінші тапсырмасы. Listen and repeat. Яғни тыңда және де қайтала дейді. Мен қазір аудио жоспар қосамын. Тыңдап, соның арқасынан қайталайтын боламыз. The cat is on the skateboard under the table. S-k-a-t-b-o-d. Skateboard. T-a-b-l. Table. Mana. The cat is on the skateboard under the table. Яғни бізге нені айтып жатыр, мына жерде әріп деп айттық, қалай оқылуын айттық, осы сөздің skateboard және де table. Яғни мына жерде table дедік, и әрбін оқымадық. Енді мына жерге мен транскрипін сіздерге түсінікті болу үшін осы транскрипін қойып қойдым, қалай оқығанын қараңыздар. The cat is on the skateboard under the table деді, да? Одан кейін қалай оқыды? S-k-a-t-b-o-d, skateboard. Яғни оқылуын айтты, қалай екен? Енді мынау table, үстел дегенді айтты. T-a-b-o, table. Мына осылай түсінікті болды деп ойлаймын. Енді exercise number 2, listen and read. Яғни тыңда және де оқы дейді. Мен қазір аудио жазба қосамын. Бірінші тыңдап алайық, кейін оқимыз. My town. This is my town. No. There's a big park and a zoo. There are 2 schools and 2 restaurants. There's a museum, a cinema, and a small playground. The playground is next to the cinema. Түсінікті болды деп ойлаймын, Енді қараңыздар. Бұл бізде project, жоба жұмысы, мынау бізде жоба жұмысы. Listen and read, тыңдап, және қазір сіздермен тыңдадық, енді оқитын боламыз. My town, яғни менің қалам деген сөз. Мынау жоба жұмысын осылай ұсынасыздар, А4 форматтағы парақ алып, осындай жасайсыздар. Өзіңіздің қалаңызда нелер бар, қандай ғимараттар бар. Мына жерде мына қызымыз бізде өзінің қаласын түсіндіріп беріп жатыр, кейіптеп жатыр, бейнелеп жатыр, суреттеп жатыр дейік. This is my town, бұл менің қалам. There is a big park and a zoo. Яғни, мұнда не бар дейді? Парк және де үлкен парк, үлкен парк және де зоопарк бар дейді. There are 2 schools and 2 restaurants. Және де екі мектеп және де 2 ресторан бар деп жатыр екен бұл жерде. There is a museum, a cinema and a small playground. Яғни, мұнда музей бар, кинотеатр және де кішкентай ойын алаңы бар. The playground is next to the cinema. Яғни, ойын алаңы кинотеатрдың жанында деп өзінің мына орналасу бойынша, қайсы нәрсе қай жерде екенін айтып жатыр. Саға қараңыз. Енді тура осылай сіздерде өздеріңіздің жоба жұмыстарыңызды жасасаңыздар болады, жасайсыздар. Енді мына жерде бізде бұл жерде не түсінуіміз керек? Writing tip дейді, жазылып, нені бізге көрсетіп жатыр бұл жерде? Big park, яғни бізге сын есімді түсіндіріп жатыр екен. Сын есім дегеніміз тура біздің қазақшадағыдай сын есім міндетті түрде зат есімнің алдында тұрады. Мысалға бізде зат есім қайсы? Мынау бізде парк дегеніміз, ол бізде зат есім. Парк не? Парк, дұрыс па? Парк, енді қандай парк? Үлкен парк. Яғни үлкен дегеніміз ол бізде мынау big деген үлкен. Ал мынау парк, ол бізде парк. Сонда үлкен парк. Сұрақ қандай болады? Сұрақ қандай жауап береміз? Сұрақ қоямыз. Қандай парк? Яғни үлкен парк. Яғни не екен, қандай ереже шығып тұр? Зат есімнің алдында нені қоя аламыз біз? Сын есімді қоя аламыз. Үлкен парк, кіші парк, мысалға жасыл қолғап. Қандай қолғап? Жасыл қолғап. Дұрыс па? Сын есімді қоя аламыз. Big park, үлкен парк деген сөз. Ұмытпаңыздар. Енді exercise number 3. Go to workbook page 90, do the project and present it. Яғни 90-шы беттегі workbookты ашасыздар өздеріңіз кітаптарыңыздан, және де ол жерде тура мынау бала, мына суретте тұр ғой, осындай жоба жұмысы бар, тура осылай түсіндірген жоба жұмысын,
тура солай сіздер де сурет саласыздар. Немесе мына қыздікіндей жоба жұмысын жасап, қасына жазып қоясыздар, иә, не бар екенін. Міне, мысал ретінде мынаны оқып, сіздермен қазір аударайық. This is my town. Бұл менің қалам. There is a cinema and a big playground. Яғни, мұнда не бар дейді? Кинотеатр және де үлкен, міне, big. Осы big деген сын есім, иә, осыны қолданасыздар, үлкен ойын алаңы бар. There are 2 parks and 2 schools. 2 мектеп және де 2 парк бар. There is a museum too. Музей де бар. The museum is next to my school. Музей менің мектебімнің жанында. Я, міне көрдіңіздер ғой. Тура осы үлгіде мынандай қылып өздеріңіз workbookқа 90 беттегі workbookты аша отырып өздеріңіз жасайсыздар. Немесе оны ашудың да қажеті жоқ. Мына жерде үлгі тұр. Мынандай суреттегідей суретін салып, немесе стикерлермен жабыстырып, я, осылай жоба жұмыстарыңызды жасайтын боласыздар. Келесі ол бізде lesson 6, 6-шы сабақ, geography, география, buildings in our town. Біздің қаламыздағы ғимараттар. Exercise number 1, listen, point and City. қала, Shop. дүкен, Stadium. стадион, Opera house. қараңыздар, опера театры. Мынау city, бұл бізде қала деген сөз, shop, дүкен, stadium, стадион, opera house, бұл бізде опера театры екен. Осы сөзді қайта-қайта қайталаңыздар, көрсете отырып, жаңадай айтасыздар, иә? Енді exercise number 2 дейді. Look at the picture, кешіресіздер, look at the pictures and the answer. Яғни, мына суреттерге қарада жауап бер дейді. Where are these cities? Яғни, бұл қалалар қайда? Then listen and read. Және де тыңдап, сосын оқы дейді. Мен қазір аудио жазба қосамын. Осы 2 қала туралы, тыңдаңыздар. Wonderful cities. Almaty is a beautiful city in Kazakhstan. There are museums. There is an opera house and a stadium too. Енді келесі. Venice is a very old city in Italy. There aren't cars in Venice. There are only gondolas. They are boats. Мынау екен, gondolas дегеніміз мынау екен бізде. Енді сіздермен осы мәтінді өзіміз оқып, аударып көрейік, қараңыздар. Wonderful cities, ғажайып қалалар деп аударамыз. Almaty деп оқимыз, Almaty is a beautiful city in Kazakhstan. Алматы осы Қазақстанның әдемі қалаларының бірі, қалалары. There are museums. Музейлер бар. There is an opera house and a stadium too. Яғни опера театры және де стадион да бар. Дейді осы Алматыны айтып жатыр екен. Енді келесі бұл бізде Venice, Венеция, Venice is a very old city in Italy. There aren't cars in Venice. There are only gondolas. They are boats. Яғни бізде аударып көрейік бірінші. Венеция өте осы ескі қаланың бірі, осы Италияның ескі қаласының бірі. Мұнда there aren't cars, яғни бұл Венецияда, Венеция қаласында ешқандай да көліктер жоқ. Яғни Венецияда көліктер жоқ. There are only gondolas. Gondolas. Яғни мұнда тек қана нелер бар екен дейді. Ұлттық қайықтарын айтып жатыр, осындай ұлттық каютамен осындай ұлттық қайықтары бар дейді өзінің, сол арқылы жүреді екен. They are boats. Олар қайықтар деп жатыр бізге. Түсінікті болды деп ойлаймын. Енді exercise number 3. Read and put a tick or and cross деп жатыр. Яғни бізге не қой дейді, немесе құстұмсық қой, немесе крест деген нені белгіні қой деп жатыр екен. Мысалға, мына мәтінге байланысты осыны оқимыз, оқыдық қой, қазір аудардық қой. Соған байланысты дұрыс болса, дұрыс деп қоямыз осы келтірілген мәлімет. Егер бұрыс болса, дұрыс емес болса, крестик деген X-ті қоямыз, Қанеки, Venice is an old city. Яғни Венеция өте ескі қала. Дұрыс па? Міне, old city деп қойған дұрыс. Сол себепті құстұмсық белгісін қоямыз. Екіншісін оқиық. There are cars in Venice. Яғни мұнда көліктер бар дейді. Жоқ, міне, there aren't cars in Venice деді. Бізде жоқ деп жатыр. Сол себепті крестикті қоямыз.
Үшіншісіне қараңыздар. There are museums in Almaty. Яғни Алматыда музейлер бар. Музейлер бар ма екен? Міне, музей бар деп қойған. There are museums бар, сол себепті құстымсық белгісін қоямыз. Төртіншісін қараңыздар. There aren't не дейді? Gondolas in Almaty. Яғни there aren't gondolas in Almaty. Яғни Алматыда осы ұлттық қайықтары жоқ екен, осы Венеция, осы елдің, Демек, бұл бізде қандай екен? Алматыда қайықтар жоқ, ондай ұлттық. Демек, крестик белгісін қоямыз. Сонымен осы 5-6 сабағымызды аяқтадық. Келесі жолы міндетті түрде 7-8 сабақтарды салатын боламын. Егер де қандай да бір сұрақтарыңыз болса, осы комментарий бөліміне қалдырып кетіңіздер, сонымен менің арнама тіркеліңіздер, лайк басыңыздар, және де достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар. Our lesson is over. Goodbye.